Assalomu mana jo'g'aridagi surat Twitterda yaqinda hit bo'layotgan surat. Shanxayda bir odamning uyini buzuga kelgan. So'dan satqisi kelmagan, bag'asi to'lmagan so'ng. Shi Jinping suratini biroq qo'sib jabsirib tashlagan, aylantirib. So'dan keyin buni buzuga qalalik әкімшіліктің дәті жетпей, содан bu Шанхай қалалық әкімшіліктің несі жетпеген соң, басқа штаттікі істетті. Бұны үйді бұзатындар бұзбай келіп, Чыңгуандарға бірінші несін жыртқызып тастаған суретін. Одан кейін кеп үй бұзатындар бұзып кеткен. Біреулер астынан комментария былай жазып кетті. Егерде осыны бұзатын погрузчикқа Ши Цзиньпиннің әкесі Ши Чжуншиннің суретін чаптап бұзған кезде заңға қиғаштық болмайтын шығар дейді. Осы үйді бұзатын кезде дейді. Астында комментарий енді қызық болсын деп жазып болған ғой енді қарсығып ше. Осы үйді бұзатын кезде бұзуға барған техника бар ғой енді. Погрузчиктармен барып бұзады ғой. Сол погрузчикқа Ши Цзиньпиннің әкесі Ши Чжуншиннің суретін жапсырып алып бұзса, заңға қайшы болмайтын шығар дейді. Әкесі баласыныкін бұзған сияқты дейді ғой. Енді Қытайда Ши Цзиньпиннен үлкен ешкім жоқ қой. Соның әкесінен басқа.